Қазір достар, өткенде видео осы жерден аяқталып еді ғой міне. Мына қарастарды қойып. Қазір екінші күн, көрсетейін екінші күн не болған. Ночная рыбалка. Мықты болып жатыр. Ночная рыбалка. Астана балықшы Парабек Құшанов. Ана балықшы? Шынымен де балтатыған балық сорпасы болды. Ойлы қырлы жерлермен атқап дейсің, ана қоянды қара айттап жатыр. Ассаламу алейкум. Ұйқыдан тұрып отыр. Сағат 6-тан кетті ма, сондай болып отыр. Кеше түнімен балық болдық. Көксерке. Бүгін біздің күніміз ғой, біздің күніміз болды бүгін. Қарастан да. Күндізгі балығымызды, түнгі балығы аулауымызды тамаша. Қазір көрсететін бұл. Қалай болып отыр екен мына Мінекей біздің қармақтар. Кешеден кейін, түннен кейін біз әлі енді түсінде жатыр мінекей. Не болып жатыр екен. Қазір көретін боламыз. Кеше керемет көксеркелерді ұстадық кеше. Мықты судақтарды ұстадық. Түнде ночной рыбалка. Кішкентай емес енді. Содан тек сәл кішірек дегені болмаса. Бәрін бұлай алып кеткен ғой, бұнда бар. Анда да бар. Короче, қазір балықтар шығарамыз. Бұйырса. Күрек ал. Біріншісінен сразу шығып жатыр ал. Мынандай екен. Көп көмек болып тұрған ғой. Короче, кеше 4 қармақ қойдық қой мұны. 1, 2, 3, 4. Соның біреуінде бар. Мынада да бар сияқты. Аз көреміз нешеуінде шығады екен. Мен ойлап тұрмын, бір 3-і точно шығарамыз. Бұйырса. Нан көре береміз, а? Қазір нан оралуы мүмкін, бірақ көреміз енді. Ала беріңіз мұны. Если что, мен подсақпен алып шығамын. Мына жаққа қарай барып шығарайын. Мынаған тиіспеген сияқты. Бар сияқты меніңше? Жоқ, оралтылмаған. Жоқ, сен ананы сүйреп алып кетті беріп. Бар ма? Ілініп қойған ба? Мен тартып көрейін мынаны. Қазір мен мынаны тартып көрейін. Мынаны көрейін ал мен. О, бар екен мұнда. Сенде балық бар, сенікі өз адына бөлек сенікі балық. Сен екінші қармағы бөліп шығып қайтсың өтейсің, сенікі өз алдына жүр, менікі елімдеген сенікі. Екінші қармағың қалмаса. Екеуміздің мына осы екі қармағымыз үніне отырған сияқты бір-біріне. Қалай ілініп қойған? Оратып қойған ғой, оралған. Сен алып шығамыз ғой, бәрі оралсаң да, оралмасаң да. Мен оны жіберіп көріп едім. Носос анаған оратып қойған сен? Екеуміз оратылған ба, білмеймін әйтеуір. Қазір мен анаған бірінші қармағым. Мына карабинді ашылып кеткен.
Екі көксерке алып шықтық қой. Кішкентай ал енді пойдет. Қармақты не істейміз, лақтырып қоямыз ба или? Негізі нормальный балық ұстап тұрдық, кеше бізге жеткілікті. Мынары кішкентайлар төңкеріліп жатыр. Міне машиналар келіп жатыр. Кеше мықты ночной рыбалка болды. Қазір бүкіл кеше аулаған балықтарымызды көрсетеміз. Түнде. Бұл алдыңғы видеоның жалғасы. Егер түсінгендеріңіз болсаңыздар, алдыңғы видеода біз карась аладық қой. Жаңа лақтырып едім, бірден түсті ғой. Мынаны қара. Міне мынандай карась түсті ғой, қараңыздар. Ол күйіп жатыр ғой жайлап. Ол рекорд енді бүгінгі. Сразу ғой. Жерге түсіп те үлгерген жоқ қой. Алдыңғы видеода біз карась аладық қой. Сол кезде біз қонғанбыз. Осы видео біз қонып жатқанымызды естісіздер, енді көріп жатсыздар. Мықты шығарылым болды. Керемет көксеркелерді ұстадық. Қазір мінекей шай ішемізде. Таң атып, сағат 7 болып жатыр ма? И бүгін біздер балық сорпасын дайындайтын боламыз. Уха. Сол уханы ішеміз, заттарымызды жинаймыз да кетеміз. Болды, бүгін балық ауламаймыз. Алдыңғы күні карась ауладық. Шүкір жетеді карась. Кеше түнде көксерке ауладық, көргендеріңіздей. Сіздер лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қазір біз сорпа дайындайтын боламыз. Бәрі балық аулап жатыр, біздер демаламыз бүгін. Кеше түнде ауладық, күндіз ауладық. Бүгін жеткілікті деп ойлап тұрмын. Бүгін қармақты суға салмайтын шығармыз. Сонымен солай мінекей. Осындай табиғат, керемет маусым ашар болды. Мықты. Басы жаман емес, енді аяғы қалай болады екен, көретін боласыздар. Мен бірге болыңыздар, каналға жазылыңыздар, әлде де керемет шығарымдар болады деген ойдамын. Комментарийға жазыңыздар, түнгі рыбалка кім шығып көрді, қалай екен. Біздер осы керемет түнгі рыбалкаға түстік. Кәдімгідей көксеркелер мықты болды ғой. Анары өршейтін боламыз, әлде сізге көрсететін боламыз. Ошым, уха дайындайын деп жатыр. Балық сорпасы. Мынандай дайындап қойдық. Оңай болмайтын сияқты. Орнын дайындап қойдық. Нағаштар дайындап қойдық. Сосын балықты ашимыз. Осыны балық аулап атқан жоқпыз. Дайындап қойдық сразу. Балта күрек дейсің. Аса шыққанда осындай болады енді. Күрек, балта қыл жүргенсің. Әділқын шешілген сөзден тайынбасын. Бастап қойғасын енді қалайда жарып сындырам деп отыр енді. Жарылды ғой түйір. Жарылды. Осым, қазір ухаға балық дайындайтын мә. Уханың балықтарын алатын боламыз ана жерден. Қазір салайық. Көрейік кеше не ұстадық, не болды деген сияқты. Садокты көтер аламыз да, көтер алмаймыз да. Жыртып кетпесін түбі бұланы. Түбі жыртып кетпесін. Жоқ, жыртыла қоймас деп еді. Арта кетіп қалмас, что-то балшыққа кіріп жатса аяғыңызбен. Иә? Кетпейтін жерге. Ағашты ішкен бақта. Ох, шықты ғой, ёшкиндар, мә, судақтарды алғанда. Кеше судақта түнде көрінбейтін. Күндіз басқаша екен де? Қалалайық балықтардың ашы. Крокодил. Болды да, нормально. Жете ме сол? Мынадан білмеймін қандай қазір уха шығады. Мощный шығады ғой. Кешегі ұстаған көксеркелерді көріп бір қуанып алдық дейсің ғой. Мінекей. Ашып атық балықтарды. Ошы міне 0 өлшейін деп жатыр. Мен ана нені өлшейін біліп тұр. Кешегі Судакты ма? жоқ, езді. Судақ қой. Қанша деп ойлайсыздар ал? Мен кеше 400 бергем осы көзден. Барышқа. Мынаны қараңдар. 450 грамм бар точно. Сондай болып қалатын шығар е. Мықты. 400 деп айттың ба? Білмеймін. Мен естімеймін. Мынаны қара.
Қанша? Ой. Тыныш. 565. О, 565 грамм. сен көзің кішкене кем өлшейді екен. Менің көзім почему-то артық өлшеп жібереді. Мынаны айтайын ал мен. 850 грамм деп ойлаймын мынаны. 850 грамм деп ойлаймын. Мен айтпай ақ қояйын, мен айтсам ол қазір. Мен айтсам көбірек болып кетуі мүмкін. Да? Мына 850 грамм деп ойлаймын, мына 0. Мына тексерке көрейік ал. Өлшеген жоқпыз, енді өлшейін деп жатыр ал. Жоқ. Мә? Бұл қанша болды? 835. Сен 850 дедің бе? Иә. Шама ғой енді 15 грамм. 15 грамм. Иә, тудасы 15 грамм енді болады. Ресейдің қателігі деп қойса. Мынау енді бір 300 грамм ба? 300 грамм шығар. 300 грамм шығар көп болса. Бұны кеше енді анау крючекті жұтып қойып, соған алуға тура келді. Одан басқа бұндайды жіберіп қоятын едік. Басында жібердік қой мынаны. Иә. Судың бетіне бүйтіп қалдық Бұл қой. иә. Жібердік, судың бетіне шығып кеткесін қайтадан. Ja, патсагымызбен сүзіп алып қайтадан алдық, ол бәрібір өліп қалатын еді. 300 грамм. 300 грамм, сол шама ғой 300 грамм. Істейсің енді. Бізге ол уқаға беріп тұр ғой, значит. Осы пісірейін деп жатырмық мынандай. Өзімізше ошақ жасап алдық, қазан ошақ. Тастарды қойып, ағаштарды дайындап қойдық, мына қазан. Қазір. Осы су жетіп қалар. Бізге не керек? Бізге тұз керек. Мынандай нелер бар? Бұрыш пен лавр жапырағы. Үйге соғып қойғам. Болды, басқа ештеңе керек. Балықтың өзі 2-3 картоп саламыз. Тұз саламыз, нан саламыз, болды, одан артық ештеңе салмаймыз. Таза не болады. Артық ештемес. Иә, артық ештемес. Артық нәрсе зачем? Ал міне, басталды, процесс кетті. Машина еттерін бәрін салып қойдық. Міне, пияз салып қойдық. Бұрыш, тұз бәрін салып тастадық. Лавр жапырағы бар еще. Мынау қайнайын деп қалды. Көбігін алып тастау керек. Мындай көбіктерін алып тастау керек. Так, сорпасын көріп жіберейікші. Қалай екен? Тұзы нормально. Сорпамыз дайын болып қалды. Ал шешуші сәт мына. Шешуші сәт қазір. Сорпамыз дайын болып қалды. Енді мынау Әділхан бауырымның бір фирменный рецепт. Мынаны бетеміз саламыз да. Ал керек болса. Ал. О, ішінде қазір ағаштың күлімен араластырып ішетін болдық па, не болды? Болды, мына сорпа дайын қазір тұрсын, бір 5 минуттан кейін құйып ішетін боламыз. Сенен бері дайындап жатқан. 8:30-да бастадық па, нешеде бастадық? Иә. Балық сорпасын көрейік дәмін татып ал. Бісміллә. Что-то? Әне, тағы да. Мықты. Сонымен достар, біздің таңғы 8:30-дан бастап дайындаған балық сорпасы дайын болды. Көрейік ал. Балық сорпасы балтат ет дейді ғой. Сондай болды ма екен? Қалай? Керемет. 4 балықтан шыққан оқа деген өте керемет, дәмі деген. Керемет.
Ең басты бағаланса болды ғой еңбек. Лайк қойыңыздар. Камераның енді мынау дәмін сездіру сіздерге бір функциясы болса тіпті керемет. Шынымен де балтатыған балық сорпасы болды. Ал болды. Біз шебереміз ал. Шына балықтарды алуға келдік. Көрек түнде ұстаған судактарымыз қандай екен түрлерін. Салмағымыз қарамыз. Жаңа тағы бір көксерке қосылды. Міне қараңыздар қандай көксеркелер. О, бәріне балшық болып қалды енді. Іште жыртып кетпесін. Ал, мә керек болса. Нашыда қақ болған жоқ па? Жоқ, қала қоймаған шығар. Мінекей. Қазір көрсетейсіздер. Міне. Камерадан көріне ма? Мінекей. Мұнандай көксеркелер. Мұнан айт. Ол да жақсы. Енді мұнандайларды менсінбей қалдық. Бұны өзі негізі жақсы. Қазір бірден өлшеп кетейік қанша екен. Мынау килограммдар ғой, мынау килограмм. Мынау килограмм, мыналар. 800 граммдар. 800 граммдар ғой, мынау да килограмм болып қалды. Так, санап жүрейік па? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оқаға қоштық біразын. Үшеуін оқаға қостық. Үшеуін ба? Ал, мына дәуін бөлшек көрейік. Кеше 2 килограмм деп айттым. Көрейік ал. Ең үлкен қайсы ма? Шеткісі ма? Ортадағы ма? Екеуін де өлшейміз ғой. Иә. Ал, мынаны өлшек көрейік бірінші. Міне 0. Қазір. 0. 0. Ой. Ол кәдімгі өлмеген әлі. Несі қып-қызыл. Күнде болсақ та. Ал, кетті. Қарамайым даже. Қазір. 2-де 15. Дәл тақ қойған. 2-де 15. 2-де. Енді ал кеттік. Мынау. Бұны қанша дедің? Кило 800 дедің бе? Иә. Бұдан кішкене шатасын қадың. Мынау 2-де 140. 2-де 140? Аха. Мынау түнде ұстағанымыз болып тұрғанда, иә? Түнде ұстаған осы ғой. Түнде біз 2 үлкен ұстадық қоя, сонда мына 2 болып тұр қоя. Сосын сіз біреуін ұстадыңыз, иә? Мынау шығар ол. Мынаны көрейік, мына 1 кило 800 онда точно. Иә, бұл енді сол шама болып қалуы мүмкін енді. Мынаның бәрі кірі-кірін аңғырыш. Ладно, кірғол болса кірғол. Бәрі көрсету үшін ал кеттік. Кило 800 болмай қалды. Кило 585. Кило 585? Алардың астында? Былай қарасаң шамалы сияқты. Иә. Ал енді мынаны өлшеп көрейік, мынау килограмм дедік. Болды сонымен, болды. Қалғандар өлшемейміз. Иә. Килограмм дедік. Иә, 0. Ал кеттік. 1 кило 10. Сол 1 кило деп айтқан. Дәл ғой бәріне дәл. 1 кило 10. Енді келесте Әділханның айтқанына тарасы сене беруге болатын сияқты. Сонымен ночной рыбалка, кешегі күндізгі рыбалка маусымашар аяқталды. 2 сериядан тұрған видеоны көрдіңіздер. Екеуі де негізі бір күнде болған нәрсе. Мінекей. Кеше күндіз мына карастарды ұстадық та, түнде мына көксеркелерді ұстадық, көргендеріңіздей. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге де осындай көксеркелер, үлкен балықтар бұйырсын. Мына келдік рыбалкадан. Мынандай бір башық мусор алып көрдік қой. Қараңыздар, өзімізбен бірге алып бардық. Өзімізбен бірге алып келдік. Осыншама мусор.